Барлығыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Алия. Бүгін біз 3 стақан атты құймақты дайындаймыз. Әрбіріңіз жасай алатын құймақ. Ол үшін бізге қажет 3 жұмыртқа, 10 сүт, сұйық май және де ыстық су. 3 стақан аталудың себебі 11 стақан сүт 1 стақан, ыстық су 1 стақан. Ең алдымен біз 3 жұмыртқамызды жарып, оған бір кішкене тұз қосамыз, одан кейін қантымызды қосып араластырамыз венчикпен. Бұл жерде қант біз 3 столовый ложка қосамыз. Бәрін біріктіріп араластырамыз. Бір стақан сүтімізді қосамыз. Алдын ала еліктен өткізілген ұнымызды ақырындап қосамыз. Комочектар қалып қоймасын, сол үшін мен миксерді қолдандым. Миксермен жақсылап тұрып бір рет араластырып алдым. Так, енді жаңа ғана қайнап тұрған ыстық суымызды 1 стақан құямыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Енді сұйық майымызды қосамыз. Онда 3 столовый ложка құямыз сұйық май. Біздің құймағымыз осындай сұйық болуы керек. Ал енді қызып тұрған табамызға сұйық майды жағамыз осылай. Құймағымызды құямыз. Біздің 3 стақан атты құймағымыз дайын болды. Өте тез дайындалады, әрі жұқа болып пісет. Бәріңіздің қолынан келетін, әрбіріңіз жасай алатын құймақ. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дәмі өте тәтті. Шоколадпен, немесе сгущенкамен жағып жесеңіздер, балаларыңызға ұнар. Балаларыңызға жасап көріңіздер. Ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Рахмет.